Қыстың суық күнінде тас жүректі үй иесі жесір әйелді 8 жасар ұлымен көшеге қуып шықты. Бала өсіп танымал суретші болды. Оның кенептерінің бірінде ол өзінің жадында түсірілген көріністі суреттеді. Ал көрмедегі суретті көрген адамдар көргендеріне наразы болды. Оны сол үйдің кінәлі иесі де көрді. Ол қатты қорқып, сурет үшін үлкен ақша ұсынды, бірақ оны сатып ала алмады. Сол сияқты сот күні адам өміріндегі барлық жақсы немесе жаман істер үшін жауап беру керек болады. Мүмкін әр адам ренжітілген немесе қысым көрген кезде әділеттілікті қалайды. Бізге ұры мен алаяқтың біреудің есебінен байып және солардың жанында сән салтанатта жүргені ұнамайды. Кездейсойық жіберілген процедуралық қателіктер үшін зорлаушыны немесе кісі өлтірушіні босатқан кезде біз ашуланамыз. Егер бізді жосықсыз немесе сатқын тәртіп сақшылары күзетсе, біз қауіп пен мазасыздықты сезінеміз. Біреудің ауыр күнәсін білгенде, бірақ ол үшін жазаны көрмейінше, бізді ренжіту сезімі мазалайды. Содан кейін адам Құдайға жалбарынып, әділеттілікті армандайды. Бірақ Құдай адамдарды еркін жаратқанын және адамзаттың өзі күнәнің жолын таңдағанын ұмытпауымыз керек. Енді біз оның жемісін көрудеміз. Әрине, иеміз күн сайын әділеттерді қорғап, өз сотын жасайды және зұлымдарды жазалайды. Алайда жоғарғы әділеттілік ұлы сотта жеңіске жетеді. Қазіргі заманғы монеталы алуларда дәл таразылар бар. Олар қағазға салынған қарындаш сызығын өлшей алады. Көктегі таразылар одан да дәлірек болады. Өйткені олар тіпті ойлар мен ниеттерді де өлшей алады.